Ассалаумағалейкум құрметті оқырмандар, қош келдіңіздер. Баршаларымыздың ұстаған оразаларымыз қабыл болсын. Ауыз аштырудың 4 түрлі сауабы жайлы айтатын боламыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің бірнеше хадистерінде ораза ұстаушыға ауыз аштырған адамға ораза ұстағанның сауабындай сауап берілетіндігі, әрі ауыз ашқан кісіден сауабы еш кемітілмейтіндігі айтылған. Тіпті бір құрма немесе бір жұтым су беріп болса да, ауыз аштырған мұсылманға берілер сауабы мол делінген. Ауыз аштырудың нақты қандай пайдасы барын мына бір хадистерден білуге болады. Кім ораза ұстаған адамның аузын аштырса, онысы күнәларына кешірім болады, және ол тозақ отынан азат болады. Және де ораза ұстаушыға берілетіндей сауап ораза ұстаушыдан кемітілместен оған да беріледі деді. Сонда сол жердегі сахабалар Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассаламға: ораза ұстаушының аузын аштыруға бәріміздің шамамыз жете бермейді дейді. Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам болса оларға: ондай сауапты Аллах тағала бір құрмамен болса да ораза ұстаушының аузын аштырған кісіге де береді. Тіпті бір жұтым су беріп болса да ауыз аштырған кісіге, немесе су араласқан сүт беріп болса да ауыз аштырған кісіге сондай сауап беріледі деп жауап береді. Тағы бір хадисте: кімде-кім ораза ұстаушы адамды тойдырса, Аллах тағала қиямет күні оны менің хауызымнан бір жұтым шербет ішкізеді, сосын ол пейішке кіргенге дейін шөлдемейтін болады. Тағы бір хадисте ауыз аштырудың пайдасы жөнінде былай делінген: кімде-кім адал табысынан ораза ұстаушы кісіге тамақ және су беріп аузын аштырса, оған періштелер Рамазан бойы жарылқау тілейді. Ал Жебрейіл періште алейхиссалам ол үшін қадір түні Алладан жарылқау тілейтін болады. Демек, жоғарыда келтірілген хадистерге қарай отырып, ауыз аштырудың 4 түрлі сауабы барын айтуға болады. Олар: бірінші, ораза ұстаушының сауабы беріледі. Екінші, күнәлары кешіріледі. Үшінші, Рамазан айы бойына періштелер ауыз аштырған кісіге Алладан жарылқау тілеп тұрады. Төртінші, тозақ отынан азат болады. Рамазан айының қаншалықты берекелі ай екендігін ұғынуға болады. Алла тұтқан оразаларыңызға еселеп сауап жазғай.